Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жасай қоюға жеңіл, оңай салат дайындайтын боламын. Осындай болып шығады. Керемет дәмді салат. Осының жасалу жолын көрсетемін. Оған керекті заттарым: жасыл горох, қызанақ, тұздалған қияр, қызыл жуа, балық. Осыларды салат дайындаймын. Әуелі қиярымызды ұзыншалап тураймыз. Менде тұздалған қияр. Осыны осылай етіп ұзыншалап тураймыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай. Қазіргі жеуге жақсы салат. Көп затты керек етпейтін салат. Осылардың бәрін турап бір ыдысқа салып аламыз. Осылай бәрін саламыз турап. Енді осыған қызанағымызды тураймыз. Оны да ұзыншалап турап аламыз. Мынау балық қостым. Сонда дәмі керемет болып шығады. Бұны да ұзыншалап тураймыз. Әркімнің турауы әр қалай. Балықты саламыз турап. Енді менде қызыл жуа. Осы қызыл жуаны салам. Қызыл жуаның орнына ақ жуада салуға болады. Бұны да ұзыншалап турап аламыз. Мұны да саламыз ыдысымызға. Осыған енді жасыл горохымызды саламыз. Мен тұз салмадым, тұздалған қияр болғасын. Бұрыш салуға болады. Оливки май құюға болады. Мен осылай өзін жасадым. Осылай әбден бәрін араластырып аламыз. Балық майының өзінің майы барады. Міне осындай салат болып шығады. Сіздер де жасап көріңіз. Керемет, дәмді. Адамның аппетитін ашатын салат. Міне осындай дәмді, ерекше салат болып шығады.
Жасалу жолы оңай. Жеуге жақсы салат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Пікір айта кетіңіздер. Менің каналымды соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.